Қытайда бір шенеулік өлім жазасына кесілді. Ол жақта өлім жазасы сирек болғанмен міндетті түрде ол заң орындалады екен. Ол шенеулік коммерциялық компанияларға жер телімін алып беруге көмектесіп, мемлекеттік келісімшарттар мен қаржының бөлінуіне ықпал еткен екен. Мұндай шенеуліктер біздің елде де толып жатыр. Бірінің жер телімін, бірінің пәтерін, бірінің бизнесін тартып алып, шалқып жүрген шенеуліктер қаншама. Кім болса да біздің елде өлім жазасы жоқ деп тайраңдамай, Алланың жазасы бар екенін білу керек. Осы күнге дейін халықты жылатып немесе елді тонап жемқорлық жасап жүрген бірде-бір қызметкер опа тауып жатқан жоқ. Бірі денсаулығынан айырып жатса, бірі қамалып жатады. Бірі ұл қыздарына кесірін тигізіп жатады. Оны кеш болса да бірі түсінеді, бірі мүлде түсінбей қор болып өмірден өтіп кетіп жатыр. Ешқандай қиянаттың жазасыз қалмайтынын түсіну керек. Біздің де заң тек шенеуліктердің мүддесін қорғайтын қалқан емес, қарапайым халықтың құқығын шегелейтін де заң болу керек. Менің жеке басымдағы жеке мүлкімді де мемлекеттік қызметкерлер, адвокат, нотариустер бірігіп тартып алып отыр деген күдігім бар. Себебі осы аталғандардың іс әрекеті менің ісімде айқындалып тұр. Мемлекеттің мықтылығы заңның қаталдығында емес, сол заң әділ әрі халықтың барлығына тең қолданылуында.